Неге мұз жүзеді, ал тас батады? Бүгін осыны анықтайтын боламыз. Кеттік ендеше. Неге мұз су бетінде жүзіп жүреді, ал тас суға батып кетеді? Өте қызықты сұрақ. Бірақ екеуінде көлем бірдей. Неге мұз жүзеді, ал тас суға батып кете береді? Оның барлығы негізінде тығыздыққа байланысты, әлбетте. Жалпы оны түсіну үшін бізде тығыздық деген ұғымды түсініп алуымыз керек. Жалпы тығыздық дегеніміз ол заттың массасының оның көлеміне қатынасы. Яғни оның формуласы көрсетіліп тұр. Бұл жердегі ро деп отқанымыз бұл әрине бізде тығыздық, ал м дегеніміз масса. Сол заттың, мысалы, тас болса, тастың массасы, мұз болса, мұздың массасы. Мынау бізде мұз. Ал мынау бізде тас. Міне. Яғни екеуінде массасын қарастырамыз. Ал в деп отқанымыз бұл жерде әрине ол сол заттың көлемі. Енді бұл жерде былай елестетейік. Мұздың да және де тастың да көлемдері тең деп алайық. Тең. Екеуінің көлемдері тең, бірақ массалары әртүрлі. Сол себептен, яғни масса мен көлемнің қатынасы бізде тығыздықты береді. Бұл жерден енді қарапайым нәрсе туындайтын ереже ше. Мысалы, екеуінде біз суға тастайық. Тасты өзенге, мұзды өзенге тастайық. Қайсысы батып кетеді? Әрине тас батып кетеді бірден. Ал біздегі мұз жүзіп жүреді. Неге? Өйткені мұздың тығыздығы аз, жүзіп тұрады кәдімгідей. Ал тастың тығыздығы көп. Яғни массасы көп. Содан кейін ол әрине не істейді? Батады. Ал мұз бізде жүзіп жүреді. Өйткені оның тығыздығы. Мұз неге жүзеді? Жаңа айтып кеттім алдында. Мінекей. Су қатқанда негізінде ол бізде мұзға айналады. Қарапайым логичный жауап. Оның, яғни, соответственно, көлемді ұлғаяды. Бұл жерде бізде енді молекулалар бір-бірімен алыс орналасады, өте қатты. Сондықтан мұздың тығыздығы судан аз болады. Нәтижесінде мұз су бетінде жүзіп тұрады. Тас неге батып кетеді? Оны да айтып кеттім жаңа. Тастың тығыздығы судан әлдеқайда үлкен. Содан кейін оның батып кетеді суға. Қанша жерден оның көлемі бірдей болғанмен, бәрібір оның тығыздығы үлкен болғандықтан ол батып кетеді. Сондықтан тас суға түскенде ауырлық күші басым болады. Тас содан кейін төменге қарай ылдилап батады. Төменге қарай кәдімгідей. Бұдан түсінетініміз бізде мұз дегеніміз ол тығыздығы аз жүзеді, ал тас дегеніміз тығыздығы көп батады.